мұрасы. Бұл жай ғана фестиваль емес, бұл Қаратаудағы квест жарысы. Тараздан шыққан жолаушылар үшін басында автобуспен бәрі де оңай басталды. Бірақ Есейхан ауылына жеткен соң нағыз шытырман қызықтар сол жерден басталды. Таулы жолдар, бұзылған көліктер, телефон ұстамайтын аймақ, интернетсіз төлем жүйесі. Қаладан келгендер үшін бұл төзім мен табандылықтың сынағы болды. Бірақ сонда да адамдар келді. Қызғалдақ үшін, рухани мұра үшін. Бәріне төзіп, Қаратаудың басындағы фестивальге жеткендер бұл квесттің жеңімпаздары. Ендеше кеттік, бірге шолып шығайық. Қызғалдақ мұра 2025. Мен бұл жаққа жиі келіп тұрамын. Есейхан нағашыларының ауылы. Сондықтан Қаратау жотасының жолдары маған таңсық емес. Жолдың қиындығын ескеріп, биік клиренсті Hyundai Creta көлігімді мініп келдім. Нағашым жол көрсетіп, бағытты нақтылап отырған соң, фестиваль өтетін жерге жету еш қиындықсыз болды. Бірақ сырттан алғаш келгендер үшін бұл жол нағыз сынақ болды. Кейбір көліктер жолда бұзылып, көп адам діттеген жеріне жете алмай қалды. Сондықтан келесі жылы осы фестивальге баруды жоспарлап отырсаңыз, міндетті түрде жол талғамайтын немесе клиренсі биік көлікпен келгеніңіз дұрыс болады. Таулы аймақ жол оңай емес, бірақ табиғаты мен атмосферасы ерекше. Фестиваль болатын жерге көлікпен жеткенімізбен соңғы жолды тек жаяулатып еңсеруге тура келді. Аспанмен таласқан Қаратаудың баурайында орналасқан фестиваль алаңы жақындаған сайын қазақи рух пен көктем лебі қатар есіп тұрғандай болды. Жол бойы арнайы жабдықталған қоралар мен қатар байланып тұрған биелер мен құлындарды көріп, қымыз мұрындық жарысына қызу дайындықтың үстінен түстік. Бұл нағыз көктемнің иісі. Ары қарай жылжи бергенде ақ жанған киіз үйлер мен жібекте жел тербеткен алтыбақан көзге шалынды. Жастар мәз-мейрам әнге тербеліп көңіл көтеріп жатқанын көріп, жүрегіміз жылып сала берді. Сахнада Талас ауданының жас өнерпаздары ұлттық ән жырды әуелетіп, көрерменге рухани сый жасап жатты. Бәрі табиғат аясында, таза ауада нағыз ұлттық мерекенің шынайы көрінісі. Фестиваль алаңына жақындаған сайын көріністе көңілде ашыла түсті. Облыстық мәдениет пен мұражай бөлімдері арнайы тіккен киіз үйлер нағыз этнографиялық экспозиция секілді әсер қалдырды. Үлкен сахнадан облыстық деңгейдегі мәдениет қайраткерлерінің өнерін тамашалап біраз аялдадық. Сахнадан әуелеген әуен мен ұлттық би Қаратаудың табиғатымен үйлесіп, ерекше атмосфера сыйлады. Бірақ бәрінен де назарымызды аударған Гиннестің рекордтар кітабына енген алып киіз болды. Оюланған өрнегі де жай киіз емес, бетінде бедерленіп салынған қызғалдақ гүлі ерекше бір символдық мәнге ие еді. Бұл қызғалдақ мұрасының басты белгісін көзбен көрудің өзі бір әсерлі сәт болды. Киіздің қасында біз де естелікке суретке түсіп, сол сәтті жүрекке түйіп алдық. Бұл тек фестиваль емес, тарих пен мәдениеттің қауышқан күні еді. Фестивальді аралап жүріп, бір бұрышта ұлттық рухты сездіретін ерекше алаңға тап болдым. Бұл біздің бала күніміздегі басты турнир болған асық ату алаңы еді. Көзім бірден алаң ортасындағы тізіліп қойылған асықтарға түсті. Осы кезде балалық шақ есіме түсіп, қолым еріксіз сахаға қарай созылды. Қайтадан бала болғым келді. Болдым да. Саханы шиіріп тұрып асықтарды көздедім. Шиіре тастаған сахам зырқ етіп ұшып, тура тізілген асықтарға дөп тиді. Сол сәтте бала күнімдегі мергендік пен жеңіске деген сенім қайта оралғандай болды. Бұл жай ғана ойын емес, ұмыт бола бастаған дәстүрге, балалықтың бал дәміне бір сәттік саяхат еді.
Асық біздің кішкентай ғана мәдени коды бар үлкен тарихымыз. Тұрып отырам. Фестивальдің рухани тұстары өз алдына ұлттық спорт сайыстарда нағыз қызықтың көрігін қыздырды. Алдымен арнайы садақ ату жарысына куә болдық. Садақшылар шоғырланып, қашықтықтағы нысаналарды көздеп, жебелерін ішеріне тартып, дәлдікпен атып жатты. Әр атылған жебе тек күш емес, шеберлік пен сабырдың көрінісі. Бұл біздің ата-бабаларымыздан қалған жауынгерлік рухтың жаңғырығы іспетті. Одан кейін кезек қазақ күресіне келді. Шаң қауып, білек сыбанып, намысқа түскен балуандар белдетіп жатқан алаңда біраз аялдадық. Нағыз күш пен әдістің, ерлік пен төзімнің сайысы. Бір белдесуді көріп тұрып, екінші жағынан у-шу естілді. Тазылар жарысы басталып кетіпті. Кешікпей қалмайық деп сол жаққа қарай бет алдық. Нағыз жылдамдық пен ептілік жарысы енді басталғалы тұр. Міне біз Қаратау тауын бөктерлеп, анау алыста көріп тұрған қызғалдақ алқап жатырмыз. Вот көлігімізді. Бірақ сонда да шешкесінен тайынбас дейді. Сол жаққа жаяу болсақ та барып көрейік деп шештік. Ана жерде мына қарсы тұрған бұл жерді көреміз қазір барып. Керемет көрінісі деген таза ауа. Фестиваль алаңынан көзіміз шалынған алыстағы қызғалдақ алқабы болды. Қызылды жасылды гүлдер бір алақандай жерде жайнап тұрғандай әсер қалдырды. Қашықтық шамамен 1-2 шақырым шамасы. Бірақ автокөлікпен баруға тыйым салынған. Біз болсақ тәуекелге бел буып, камерамызды асынып, жаяу жол тарттық. Бір сәтке саяхатшыға, бір сәтке зерттеушіге айналғандай күй кештік. Жолай мамыр айы болса да ерімей жатқан қарды көзіміз шалды. Сол жаққа бұрылып, қарды да көріп кетуді ұйғардық. Бір жағынан табиғаттың тосын сыйы, екінші жағынан бұл сапардың ерекше тұсы. Алайда тау басындағы екпінді жел камераның микрофонына оңай болмады. Кейбір сәттерде дыбыс дұрыс жазылмай қалған болуы мүмкін. Сол үшін алдын ала көрермендерден кішкене кешірім сұраймын. Бірақ сеніңіздер, кадрдағы көріністердің шынайылығы бәрін ақтайды. Міне біз Қаратау сілемдерінің біреуінің төбесіне шықтық. Баяғыда бала кезімізде жүгіріп шығатын тауға, қазір кішкене енді жасымыз 40-тан асып кетті, бұрынғыдай жылдамдық жоқ, кішкене арсылдап қалдық. Міне негізі айтады ғой, Алатаудың басына қар кетпейді деп. Міне Қаратаудың басында да осындай қар бар. Қазір мамыр айы. Міне мамыр айы, әлі де қар бар. Мына қардың суы еріп, сай арқылы өзен болып ағып ауылға барады. Міне көргендеріңіздей. Енді бала кезім еске түсіріп кішкене бір сырғанап алайық деп шештім мен өзім. Сонымен ел сенбес бір сәтте жеттік. Мамыр айында қардың үстіндеміз. Баяғы балалық шақты шымылдығын қайта ашылғандай болды. Кішкентай кездегідей қар үстінде құлдилап сырғанап, арасында шек-сілеміз қатып құлап күліп те алдық. Бір сәтке камерада сапар мақсатты ұмтылып, табиғаттың ортасында еркін күлу, шынайы сезіну деген осы екен ғой. Бұл жай қар емес, естеліктің ақ көрпесі секілді болды біз үшін. Бірақ сырғанаудан соң алда күтіп тұрған қызғалдақ алқабы бар екенін ұмытпай, жолымызды қайта жалғап, көлдің жопарына қарай бет алдық. Сонымен не керек, көз ұшында қып-қызыл кілемде жайқалып жатқан қызғалдақ алқабына жеттік. Алыстан тамсанып қараған гүлдер енді тура алдымызда тұр. Жай ғана гүл емес, табиғаттың өзі төсеніш етіп жайып қойған көркем кілем сияқты. Осы сәтте біз
бұл сапардың басты миссиясына жеткендей күй кештік. Жолдың қиындығы, желдің өтіндегі камера, мамырдағы қар бәрі артта қалды. Ал мына жерде тек табиғаттың тылсым тынысы мен тыныш сұлулығы. Қызғалдақ тек көктемнің белгісі емес, бұл жердің, біздің тарихымыздың, тіпті жанымыздың да бір бөлшегі іспетті. Тыныстап тұрып үнсіз ғана тамсандық. Бұл сәтті сөзбен жеткізу қиын. Тек көру керек, сезіну керек. Міне біз нағыз қызғалдақтың өскен жеріне келдік. Мына жерді көрсеңіздер, тура бір құтты бір кілем жайып тастағандай. Қызғалдақтың отаны міне. Мен келе жатқан жер мына Көктал тауының бөктері. Осы жердегі ең қызғалдақ көп өсетін жер осы. Енді мына жердің сұлулығын айтып жеткізе алмаймын. Міне осылайша қызғалдақ мұра 2025 фестиваліне жасаған сапарымыз өз мәресіне жетті. Тау жолының қиындығы да, мамырда қардың тосын сыйы да, ұлттық ойындар мен табиғаттың ғажайып көріністері бұл сапарды ұмытылмас естелікке айналдырды. Бұл жай ғана фестиваль емес, ұлттық мұра мен табиғаттың, дәстүр мен рухтың тоғысқан тұсы болды. Егер осы видеодан бір сәттік шабыт, жылылық немесе қуаныш сезімін алсаңыз, менің еңбегімнің зая кеткен жоқ деген сөз. Дәурен Қанатбекұлы YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін жаңа сапарларға деген күш-қуат. Келесі кездескенше Алла амандықта жолықтырсын, ағайын.